Сәлеметсіздер ме? Тағдыр жолы атты каналдың құрметті тыңдармандары. Өмірде болған шынайы оқиғалар мен әңгімелерді тыңдағыларыңыз келсе, арнаға жазыла кетіңіздер. Менің өмірім үлкен қаланың қарбаласында басталды. Бала кезімнен анам мені орыс мектебіне беріп, жақсы білім алуымды қадағалады. Сабақтарымды үздік оқыдым. Ал үйімізде орыс тілі үстемдік ететін. Тек әкем ғана қазақша сөйлейтін. Ол ауылдың таза ауасымен тыныстап өскен жан. Анам болса қаланың қызы. Ол қазақ тіліне жақын болмағанымен өз салт дәстүрін сыйлап қадірлейтін. Жаз айлары жақындағанда әкем бізді ауылға жіберетін. Ауыл мүлде басқа әлем, табиғаты шексіз сұлулыққа толы, адамдары кең жүректі, шынайы. Ауылға келгенде ата-әжемнің жылы құшағы мен дархан дастарханы бізді қарсы алатын. Олар біз үшін арнайы сақтаған сары май мен сүрленген еттің дәмі тіпті ерекше еді. Сол тағамдардың иісі мен дәмі бала кезімнің ең жарқын естелігі болып сақталды. Ауылдың таңдары өте өзгеше. Күн сәулесі терезеден сығалап кіріп, құстардың әсем әуені оятатын. Бау-бақшада оянып, таза ауада еркін тыныстау, бұл қала өмірінде таптырмас бақыт еді. Ауылдағы әрбір сәт жан дүниемді байытып, жүрегімде мәңгілікке із қалдырды. 10-шы сыныпты аяқтаған соң жазғы демалысының қызығын ауылда өткізуге бел будық. 3 ай бойы ауылдың табиғатына, масаларына және де қызықты сәттеріне қанық болдық. Күндіз күннің астында жүріп, масаға таланғанымыз аздай. Кеш батқанда ағамның қызы екеуміз көшеге шығатынбыз. Көрші қыз жігіттермен жиналып, ауылдың шағын дискотекасына барамыз. Ол жердің қарапайым, бірақ көңілді атмосферасы бізге нағыз демалыс сыйлайтын. Мен сол кездері кешкі уақытта душқа түсуді әдетке айналдырып алдым. Ауылдағы кешкі салқын ауа, күннің қызуы басылған сәт маған ең қолайлы кез болып көрінетін. Бірақ әжем бұған қатты алаңдайтын. Ойбай, кеш батқанда суға түспе, жын ұрып кетесің, жындар көшіп жүреді бұл уақытта, деп шырылдайтын. Мен болсам әжемнің бұл сөздерін баланың қиялына теңеп, елемейтінмін. Қайдағы жын ұру, деп күлімсіреп қоя салатынмын. Бір күні әжемнен тығылып, тағы кеш батқанда душқа түсуге бел будым. Әжемнің ескертуі құлағымда жаңғырып тұрса да, бәрі жай ғана ойдан шығарылған нәрсе деп, өзімді жұбатып душқа қарай бет алдым. Ауылдағы душ мал қора мен бақшаның қиылысында, көзден таса жерде орналасқан. Қараңғылық қоюлана бастаған уақыт. Әдеттегідей судың астында тұрғанымда, кенет ішімде түсініксіз бір үрей пайда болды. Біреу мені сырттай бағып тұрғандай күй кештім. Бірақ оған мән бермей, көңілімді басқаға аударуға тырыстым. Судың астында тұрып, ойымды жинақтап бола бергенімде, айналада беймәлім тыныштық орнады. Құстардың шырылы да, малдың дыбысы да сап тиылғандай. Сол сәтте бүкіл денемді әлдебір қорқыныш сезім билеп алды. Енді сүртініп жатсам, кенет арт жағымнан біреу мені құшақтағандай болды. Тоқтай қалдым. Бейтаныс дене менің денеме тиіп өтті. Оның жылылығы жоқ еді. Тіпті мамық секілді жұмсақ бір нәрсе. Қолымды созып ұстамақ болдым, бірақ ештеңе таппадым. Жүрегім атқақтап, демім жиілеп кетті. Қорқыныштан аяқ қолым қалтырап, душтан жүгіріп шықтым. Артыма да қарамастан үйге қарай бет алдым. Әжемнің жын ұрып кетесің деген сөзі санамда қайта-қайта жаңғырып, дәл қазір сол сөздер қаншалықты шындық екенін сезгендей болдым. Сол оқиғадан кейін бойымда біртүрлі сезім пайда болды. Әдеттегідей емес, өзімді тұйық ұстап, ешкіммен сөйлескім келмейді. Тамаққа да тәбетім болмай, бөлмеден шықпай қойдым. Әжем мазасызданып, жанынан шықпай, бір жерің ауырып тұр ма, қарағым, әлде бірдеңеден ұшынып қалдың ба, деп қайта-қайта сұрай берді. Мен жауаптан қашып, бәрін жоққа шығара бердім. Бірақ ішкі дүниемде бір нәрсе мазалап, маза бермей тұрғандай еді. Түн болды. Көзім ілінгенмен, ұйқым тыныш болмады. Бірде денемде ауырлық басқандай болды. Тыныс алуым қиындап, біреу жанында тұрғандай сезіндім. Көзімді ашсам, ештеңе жоқ. Бөлмем қараңғы, айнала тыныш. Бәрі түсім шығар деп, өзімді жұбатып қайта ұйықтап кеттім. Түсінде душтың жанында тұр екенмін. Әдемі, сымбатты бір жігіт қарсы алдында күлімсіреп тұр. Оның қарасы сондай өткір. Маған қадала қарап тұрғанда, көзімді ала алмай қалдым. Түсімде екеуміз бір-бірімізге ғашық екенбіз. Жүрегімде бір жылы сезім пайда болды.
Бірақ сол сәтте әлдебір қорқыныш та жүрек түкпірінен бас көтеріп тұрды. Кенет оянып кеттім. Бірақ сұмдықты сол кезде түсіндім. Мен шынымен де төсегімде емес, душтың қасында тұр екенмін. Аяғым тас суық жерде, жан-жағым қап-қараңғы. Жүрегім дүрсілдеп, қорыққаннан бар даусымен шыңғырып жібердім. Сол сәтте үйден адамдардың шұғылдана жүгірген дыбыстары естілді. Мен түнде далаға шықсам, қасыма адам ертіп шығатынмын. Жалғыз өзім шыққан емеспін. Әжетханада душқа жақын болатын. Үйдегілер мені сыртқа шықты деп ойлады. Бірақ олай емес еді. Әже, мен өзім далаға шыққан емеспін, өзім таңғалып тұрмын деп айтсам да ешкім сенбеді. Түсіндегі жігітпен кездестім деп айтуға ұялдым. Әжем болса, қарағым-ау, неге жалғыз өзің далаға шығасың, қорқып қаласың ғой, Нұргүлді ерте шықсан қайтеді, деп байыз таппай сөйлеп жүр. Мен үндемедім. Түсіндегі жігіт жайлы айтқым келіп тұрса да, айтуға ұялдым. Түсімде ол жігітпен душтың жанында кездесіп тұрғанымызды анық есімде қалған болатын. Оның көз қарасы, менің оған қарап қатып қалғаным, тіпті жүрегімде бір белгісіз сезім оянғандай болды. Бірақ мұның бәрін айтып, шындық деп сендіргім келген жоқ. Түн. Тағы да сол ауырлық. Үстінде біреу жатқандай. Қозғала алмаймын. Көзімді ашуға қорқамын. Бөтен біреудің лебі бетімде сипап өткендей. Жүрегім дүрсілдеп, тынысым тарылып барады. Ақырын бар батылымды жиып, көзімді ашуға тырыстым. Аштым, бірақ ешкім жоқ. Бәрі тыныш. Қасында жатқан Нұргүлдің қорлығы ғана бөлмені жаңғыртып тұр. Ішімнен өз-өзімді жұбатып, жетер деймін. Әжемнің ескі әңгімелерін ойлап, қорыққаннан ұят қой. Қайтадан көрпені бүркеніп ұйқыға кеттім. Бірақ бұл түн маған тыныштық сыйламады. Тағы да түс көрдім. Әлгі жігіт, сымбатты, көздері жанып тұрған, жүрекке жылы жүзді жігіт қайта-қайта түсіме кірді. Мен оны көрген сәтте-ақ жүрегім езіліп, еріксіз ғашық болдым. Ол қолымнан ұстап, баяу қадаммен мені душтың қасына қарай алып барды. Жүрегім алып ұшып не боларын білмей, соның еркіне көніп тұрмын. Менің жарым боласың ба? Деді ол сыбырлап. Маған тесіле қарап. Даусы жұмсақ, бірақ маған тым шынайы естілді. Қуаныштан жүрегім жарылардай боп, кідірместен, «Я, сені қатты ұнатамын» деппін. Түстегі сезім шынайы, өмірден де анық әсерлі еді. Түсімдегі сымбатты жігіт, егер менің жарым болғың келсе, мына алқаны мойныңа тағуға тура келеді деп, алтын алқаны қолыма берді. Мен қуанып, ол алқаны мойныма таққан бойда, тұншығып әлгі сымбатты жігіт кәдімгідей құбыжыққа айналды. Ол алқа емес, арқан екен. Қалай оны алғанымды білмеймін. Жаным шығып арпалысып жатсам да, оның түк басқан денесін екі мүйізін көрдім де, есімді жоғалттым. Сол күні мені жеңгем құтқарып қалған. Түнде дәретке шыққанда менің душқа кіріп бара жатқанымды көріп, айқайласа да қарамаған екенмін. Содан бәрін оятып душқа кірсе, мен асылып аяқтарым тарылып, қиналып тұр екенмін. Аға мені көтеріп, жабылып құтқарыпты. 2 күннен соң ғана есімді жиыппын. Қасында отырған 2 иманның Құран оқығаны таңғалдырды. Басында өзімді өліп қалдым деп ойладым. Әжем жарықтық ботадай боздап, атам оны сабырға шақырып жатқан сөздерін келесі бөлмеден естіліп тұрды. Маған жынның еркегі кірген екен. Ол менің мүсініме ессіз ғашық болғанын айтыпты. Тіпті мені өз әйел ету үшін мені бұл өмірден қоштасуға мәжбүр еткенін әжем байқұсшылап айтып берді. Әжем байқұс, енді душқа түссең, іш киіміңмен түс, жалаңаш түсуші болма, деп шегелеп тұрып ескертті. Бірақ сол күннен соң ауылдағы душ бұзылды. Мен сол бір оқиғадан соң ауылға баруға қорқып қалдым. Арада қанша жыл өтсе де бұл оқиға есіме түссе, денем тітіркеніп қорқып кетемін. Күн батқанда шомылуға, ұйықтамауға үнемі өзгелерге ескертіп айтып жүретін болдым. Аман болыңыздар. Қазақтың ырым-тыйымын еш уақытта жанымыздан шығармайық, деп кейіпкер әңгімесін аяқтайды. Егер де сіздерге әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде арнаға жазылып, және де менің арнамнан өте қызықты әңгімелерді тыңдай аласыздар. Сау, сәлематта болыңыздар.